Ассалаумағалейкум қазақ елі, жаңа Қазақстан парақшасына қош келдіңіздер. Түркия мен Сириядағы жер сілкінісінен қаза болғандар саны 23 мыңнан асыпты. Түркия мен Сириядағы жойқын жер сілкінісі құрбандарының жалпы саны 23.700-ден асты. Түркияда қаза тапқандар саны 20.213, ал Сирияда 3.500 адам қайтыс болды. Сондай-ақ жүздеген мың адам қыста баспана, киім, тамақсыз аш отыр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша Сирияда жер сілкінісінен кейін 5.300.000 адам баспанасыз қалуы мүмкін деген жаңалықтар бар. Түрік ағайындар мен сириялықтарға қайғырып көңіл айтамыз. Мына видеода әкесі мен қызы 16 сағаттан кейін кездесіп отыр. Қандай жан түршіктіретін оқиға. Алла басымызға салмасын. Бұндай қайғы қасірет елімізден аулақ болсын. Дегенмен де сақ болғанымыз дұрыс. Жаңа Қазақстан ғалыммен. Келесі мәселе Алматы қаласы. Құдай бетінен аулақ қылсын, жер сілкінісі сондай болмасын, бірақ сақтықта қорлық жоқ демекші. Алматыда да бір жаңалықтар шықты. Жер сілкінісі кезінде 10 негізгі қадамды білу керек. Бұл ұсыныстарды телефондарыңызға сақтап, оларды әлеуметтік желілерде бөлісе аларсыз дейді. Ақпаратта Алматы төтенше жағдай департаменті ұсынған 10 негізгі қадам дейді. Сабыр сақтаңыз дейді. Бірінші, дүмпу кезінде лифт пен баспалдақты пайдалануға болмайды екен. Жиһаздардан, терезе, люстрадан алшақ тұр дейді. Тығылатын орын табыңыз, басыңызды қолыңызбен жабыңыз. Жерасты дүмпулері тоқтағаннан кейін ғимараттан шығыңыз деп 5-ші қадамға айтыпты. Шығар кезде суды, газды, электр қуатын өшіріңіз. Дабыл кезінде дайындалған сөмкеңізді алыңыз. Алдын ала дайын тұруы керек дейді. Электр желілерінің ғимараттардан алшақ, ағаштардан алшақ болыңыз. Жерасты дүмпулерінің қайталауына дайын болыңыз. Балаларға, қарттарға және мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмектес дейді. Сосын бір қызығы комментарияға жазып қойыпты. Лифт и баспалдақ пайдаланбаңыз дейді. Сонда 7-8 этажда тұратындар терезеден секіріп өлу керек па дейді. Жер сілкінісі кезінде ешқандай 10, 20, 30 қадам не поможет дейді. Қазіргі жаңадан салынып жатқан үйлерді шынымен де дұрыс жер сілкінісіне төтеп беретінін тексеріп жатыр ма екен? Алматыда 8 этаждан 10 этаждан артық салуға болмайды, бірақ қазір неше түрлі ғимарат, үйлер тез салынып беріп жатыр. Солар тексеріп жатыр. Құзырлы органдар бар ма екен? Келесі жаңалық, Қазақстанның тұңғыш премьер-министрі Сергей Терещенко қайтыс болыпты. Қазақстанның тұңғыш премьер-министрі Сергей Терещенко 72 жасында қайтыс болған екен. Ақпаратта Аманат партиясының баспасөз қызметі растады. Қазақ СССР үкіметінің 14-ші басшысы 91 жылы және Қазақстан Республикасының бірінші премьер-министрі болған 91-94 жылдары. Сергей Александрович Терещенко қазақ және кеңестік мемлекеттік және саяси қайраткер. 1973 жылы Қазақ ауыл шаруашылығы институтын инженер-механик мамандығы бойынша бітірген. Сондай-ақ 1987 жылы Алматы жоғары партия мектебін бітірген, экономика ғылымдарының кандидаты. Саясаттағы қызметтен кеткеннен кейін Сергей Терещенко кәсіпкерлікпен айналысқан, ел үшін жаңа өндіріс орындарын ашып, шаруашылықтар мен су электр станцияларын салған. Ол Forbes рейтингісі бойынша 2022 жылы Қазақстанның ең ықпалды 50 бизнесменнің қатарына кіреді екен. Айта кетейік, ол Приморск өлкесінен Лесозаводск қаласынан дүниеге келген. Ұлты бойынша украиндық. Жанұясына қайғырып көңіл айтамыз. Жаңа Қазақстан бай Ғалым Темірбеков арнасына міндетті түрде тіркеліңіз. колокольчикті басыңыз. Бізде күнде жаңалықтар болып тұрады. Жаңалықтарды жіберіп алғыңыз келмесе, Жаңа Қазақстан бай Ғалым Темірбеков арнасына міндетті түрде жазылып кетіңіздер.
видеоларға лайк басып, комментарияда ойларыңызды бөлісіп отырыңыздар. Рахмет достар. Жаңа Қазақстан ғылыммен.